Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге мен қалай боянамын және оны қалай кетіретінімді көрсетемін. Бірінші мен сіздерге қазір косметичкамды көрсетейін. Міне мынау менің косметичкам. Мен ең алғашқы видеомда косметичканың ішінде қандай косметикалар бар екенін көрсетіп қойған. Сондықтан мен қазір көрсетейін. Ең алдымен мен туш жағамын. Ең алдымен мен тен жағамын. Менде мынандай 3 түрлі тен бар. Маған көбінесе мынау түс ұнайды. Сондықтан мен осыны жағамын. Бір нүкте қойып шығамын да оны бүйтіп жағып шығамын. Мен кішкене ғана білінбейтін қылып жағам. Мен онша білінбейтін қылып жағам. Өйткені маған тенде солай жаққан ұнайды. Бірақ мынау көзім қатты білініп қапты. Жарайды, ол ештеңе кетпейді. Ал екінші мен помада жағам. Помаданың бальзам для губ, өйткені маған қалған помадалар ұнамайды. Енді блестящий болып қалды ернім. Енді мен бетіме пудра жағам. Мен ерінге де пудра жағам. Өйткені ол андай әдемі болу үшін, осындай болу үшін мен пудра жағам ерінге. Айнаға қарағанда менің тұрым әдемі болып кетті одан да. Сосын мен туш жағам. Туш жақында мен қатты жақпаймын. Ал енді мына жеріме хал қоям. Менде хал қоятын карандаш. Хал қойылды. Ал енді мен бояндым. Болды. Осылай жай әшейін және тезірек бояуға болады. Келесі депін ғой. Ал енді мен бұл боянғанын барлығын мынау лосьонның көмегімен кетірем. Бұл средство для снятия макияжа емес. Бұл жай әшейін лосьон. Лосьон для глубокого очищения лица. Жай әшейін бұл. Сол ғой. Біздіге ең бірінші лосьон және ватный диски керек. Ватный дискімен біз кетіреміз. Сосын тағы 2 ватта керек. 2 ватный диски. Біреуін солмайсыздар, біреуін ғана солайсыздар қазір. Міне, ал енді мен бетімін де алдым. Көзіме бүйтіп тұрам. 10 секунд. Өтті. Міне, көзі қоп қалды енді. Нада деген ой батады. Ал енді үстіп істеймін де бүйте берем. Қараңыздар, кішкене жаққанның өзінде мынанша шығады.
сухой ватаны аламын да енді көзге не істеймін. Сонда көз ашымайтын болады. Кейін мен тағы бітемін. Кейін мынаны бітемін де, осылай үш бұрышты жасаймын да. Теңді абайлап кетірем. Болды, кетті. Міне бір көзді мен осылай кетірдім. Болды. Ал енді екінші көзге де мен жетем. 10 секунд тұрамын. Достар, 10 секунд өтті. Міне, көзім қатташып жатыр. Тұған кезде мен жұмын кетіре берейін. Міне, оңай кетті. Лайсен мен. Міне. Сухой ватамен де істеуге болады. Болды. Мен осылай макияжды кетем. Достар, мен келесі видеода Гренейді ойнаймын деп айтқан едім. Енді модызен скачать етіліп жатыр. Сол үшін мен макияжды қалай кетіретінді және макияжды қалай жағатынды көрсеттім. Ал енді пока-пока достар. Келесі видеода көрсеттім.